Сенің есімің кім? Менің есімім Нұрислам Тұрғанбек. Нұрислам, біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Менің алдағы қоятын сұрақтарыма шынайы, еркін жауап беруге дайынсың ба? Дайынмын, қош көрдік. Бірінші сұрақ, президент деген кім жалпы сенің ойыңша? Президент дегеніміз халықтың қамын ойлаушы, көшбасшы деген мағынаны білдіреді. Және де президент дегеніміз халқының қамын ойлап, басқа елдерден не қалмау керек, артта қалмау керек үшін. Біздің өзіміздің президентті танисың ба сен? Иә, танимын. Ол Қасым-Жомарт Тоқаев. Молодец. Енді президент болу үшін адам бойында қандай қасиет болу керек? Кез келген адам президент болып кете ала ма? Кез келген адамның қолынан ондай жұмыс келе бермейді. Бірінші, оларда көп еңбек еткен, көп тер төккен, және де аянбай еңбек етіп, соның арқасында президент болып отыр. Мысалы, мен президент бола аламын ба, қалай ойлайсың? Көп тырыссаңыз бола аласыз. Қалай тырысуым керек, не істеуім керек? Саясатқа аралассаңыз болады. Президенттің кабинетінде қандай заттар бар деп ойлайсың, оның жұмысына керекті қандай заттар болуы мүмкін? Президенттің кабинетінде мен болмаған, бірақ енді білгенімді айтайын. Қасында адамдар болады, переводчик, және де тағы басқа заттар болатын шығар, нақты білмеймін, компьютер болады. Сол қалалық аумақтармен араласатын адамдар болады. Егер саған, мысалы, бір президентпен кездесетін бір мүмкіндік туса, сен оған не айтасың? Бір өтініш айтасың ба, рахмет айтасың ба, қандай бір айтарың бар? Өкініш айтатыным. Қандай? Қазақстанды тағы да дамыту үшін өкініш айтатыным. Қай жағын қалай дамытқың келеді? Мысалы, сен президент болдың деп елестетейік. Не істейсің бірінші кезекте? Қазақтың атын әлемге танытқым келеді. Қалай танытар едің? Енді басқа елдермен араласып, дос болып, және де тағы басқа заттар шығарылып, ойлап тауып, қаншама батырларды дайындап, спорт зал салдырып, мектеп салдырып, сол жас оқушыларды дайындап алған. Жарайсың. Енді келесі сұрақ, президент деген кім екенін білдік, ал депутат деген кім сенің ойыңша? Депутат дегеніміз министрден бір жоғары кіші мамандық иесі. Ол депутаттар да халыққа көмек көрсетеді олар. Және де олар депутаттар халықтың қамын ойлайды. Депутаттарды көргенсің ба өмірде бай? Тірідей? Көргем, бірақ тірідей көргем, бірақ телевизорде. Олар көп па? Оларды кім сайлайды? Біз кім депутат бола алады? Оларды халық сайлайды. Несіне қарап сайлайды? Қандай бір қасиетіне, қандай бір ерекшелігіне қарап сайлайды? Ел үшін туғандар болсын. Сондай билікте отырған азаматтарға ең керек қандай қасиет деп ойлайсың? Халыққа көмек көрсету, халықтың қамын ойлау. Халықтың қамын ойлау. Енді ол қасиетке жатпайды ғой, мысалы, білімділік, тағы не айтуға болады, шыншылдық, шынайылық деген сияқты қасиеттерден қайсысы керек сонда биліктегі адамдарға? Білім керек, иә? Үшінші сұрақ, қалада осы Шымкент қаласының сен әкімі болдың делік. Қаладағы саған қай нәрсе ұнамайды, не ұнамайды, нені өзгертер едің осы Шымкентте? Базарларды жауып тастағым келеді. Қайда барып киім аламыз, біз қайдан тамақ аламыз, базарлар жабылып қалса? Шымкент қаласында базарлар өте көп. Екі-үш базарда жауып қойған деген. Қай базарлар жабылсын? Қай базар ұнамайды саған? Неге ұнамайды? Маған ба? Алаш базары ұнамайды. Неге? Бояқта заттардың көбісі қымбат. Түсіріп беріңізші десем, түсіріп беріңіз. Сол ұнамай ма? Саудаға жоқ. Мықты екенсің. Ал парақорлық деген сөзді естуің бар ма? Естігенім бар. Не үшін адамға не үшін пара береді сенің ойыңша? Ол адам көтеріліп кетпес үшін пара береді. Сол адам осындай күйде болсыншы, осындай қайғысыншы деп пара беріп, сол адамды түрмеге отырғызады. Сонда ұстап беру үшін, түрмеге отырғызу үшін пара береді, иә? Енді қиялдап көрейік. Сен көшеде кетіп бара жатып, 1 миллион теңгесі бар қапшық тауып алдың. Сол ақшаны қайда жұмсайсың? Қамқорлық.
федерациясына жұмсаймын. Өйткені қаншама балдарға тамақ, киім жеткіліксіз болады. Мен қамым неше, олардың қамын ойлаймын да. Шыныңды айтып отырсың ба? Қойшы, 1 миллион теңге тауып алсаң, бәрін беріп жүресің ба? Қайырымдылыққа? Енді ол тауып алған ақша маған нан болмайды ғой. Өзім адал еңбекпен жұмыс істеп ақшам, ол маған нан болады. Оны қайырымдылыққа жұмсаймын. Тек балаларға ма жаңағыдай мұқтаж отбасылар? Мұқтаж адамдарға, балаларға, интернатқа дегендер. Рахмет.